қандай да тақырып болсын, қандай да бір осы өзіміздің күнделікті тіршіліктен пайда болады да. Мен көп нәрсені міне елемеу, ескермеу кетуім. Өйткені мен оны өтіп кеттім. Өтіп кеткеннен кейін адамда не болады? Білесіз ба? Жаңа қазақта айтты ғой, есегің соңынан өсіп кетті ме дейді. Сондай бір әңгімелер бар ғой, оның не мақсатта айтылса да. Ол адамда бір тоқмейілсу болады. Бұдан құтылу мүмкін емес қандай да болса. Ол сондай бір сол тоқмейілсу осы болады деген сияқты Құранда да соны Алланың есіне ескерткен ғой. Сен жетім кезінде тауып алған жоқ па? Сен Алла тағала сол айтқан жоқ па деп. Жүгіңді түсірген жоқ па деп. Босысаң беліңді қайтам бу деген. Босау яғни айтқан деп бір бостық пайда болады. Ол бостық кез келген адамда болады. Мен жоқ, босамай, мен кереметтім деуге болмайды. Болмайды. Кез келген адамда ол бостық болады. Онсыз ешқандай да ол мүмкін емес. Пенделігіміз ғой енді. Енді әркімнің өзінің бір ақылдың деңгейіне қарай, ол бостық ақылның деңгейіне қарай, мына еркектерде көп жағдайда қазір мына етекбастылық деп айтамыз. Неге айтқан? Етекбасты еркектерді көп көрдім дейді. Қатыбас дейді немесе. Ол сол не мына бір Құранда айтқан сендер дейді бастарыңа бір қиындық келсе көлем түрде жалбарынасың. Яғни бәріне дайын тұрасың сен. Құдай осыны берсең болды, мен енді осындай бәрінде осы қарық қылар едім деп. Ата жолына келген кезде де көбісі қыспақпен келеді, бір қиындықтармен келеді. Сондай бір жігітті соғасын басталады, шамал деген кезде мен енді осы қызмет етсем деп бәрін үйіп төгіп дегендей. Бірақ анау дүниенің бір жеңілдігі бәрі болғаннан кейін адам оның пенделік сосын бостық бастайды. Әсіресе мына еркектерге бұл кешірмейтін бір нәрсе да, бұл еркектік емес. Қазір көзімізде еркектерде сондай бір қиындықпен келеді, сосын ол бостық басталады. Бірақ не нәрсенің де соңында нәтижеленетін уақыты болады дегенде, әр нәтижесін көретін уақыт болады. Сол біздің қазір көп не қылып жүргеніміз сол тоқмейілсу, осы жетеді деген. Әйелдерде де сондай. Әйелдерде енді еркектерге қарағанда бұл тоқмейілсу бір 2-3 есе жоғары тұрады. Әйелдердің өзі жаратылыстан дүниенің қызығын көруге арналған ғой. Әйел болып жаратылғаннан кейін әйелдің дүниенің қызығын көруге жаратқан Алла тағала. Сондықтан әйелге еркекті сынақ қылғанда, еркек асыраушы еркекті сынақ қылған. Ол қалай сынақ болды? Осының бар сол бұрынғы өмірінің тағдырымен байланысты. Сондықтан енді әйелдердің сол қазір бізге келіп жатқан көбісі сол тұрмыста қиындық көрген, біреуде бала жоқ, біреуде басқа жоқ, біреуінде бай жоқ, әйтеуір. Сондай сонымен келді, бар оның қыспақтығын барында, жеңілдеді, жүктер жеңілдеді. Әйтеуір жағатын өздері жақты, ол жаққан кезде ол керемет еді. Ой, бәрі осын кәдімгі сондай бір енді, бұлдан қайды мұның. Сосын бірте бір тұрмыстың бір жеңілдігінен түскеннен кейін тоқмейілсу пайда болады. Сосын сол енді сол өмірден артық қызықты іздемейді. Осы жетеді деген сияқты болады. Міне осындай ондай бір жағынан енді ол қалыпты, егерде сол бұна өзі соған еңбек етіп, сол еңбегімен жетсе, жарайды, онда енді дінде зорлық жоқ дейді да. Оны әрі қарай жүргізген месе, оны не керегі бар? Кімге оны? Дұрыс, әрі қарай, мысалы, қазір мен айтып жүрген, Алтынай отыр ғой, Алтынай ертең сен бұл өмірге ұрпақ әкелген, мен соны қайтып Алтынай қайда деп іздемеймін де. Шын ғой? Рас, мен Алтынай қайда екен деп міне осы ой деп берейін. Алтынай неге бүйтті іздемеймін деп. Себебі белгілі бір биікті алды. Онан кейін әрі қарай өзім жаңағы сол енді, мен мұнан осынша қиындықтан осындан келдім, Алла тағала бұның сұрауы бар, екінші мен тағы келесі өмірде қайттан келем-ау, мен осының бір рахметін айтайын деген өзінде болып ізденсе, онда құба. Ал болмаса сен оған неге сен рахмет айтпадың, сен енді сені осыны қарыз болып қалдым деп айтқанмен ол түсінбейді.
әркім өзінің белгілі бір Алланың берген бір сол түсінігінің дәрежесінде ғана біз өмір сүре аламыз, меңгереміз дінді. Өзімізге Алла қандай түсінік берді, сол дәрежеде ғана. Енді ол түсінік қаяқтан пайда болады? Біз ойлаймыз енді, оны қарасаң, анау пәлендікін көп оқыды, сонан қойған, Алла тағала сонда артықты беріп қойды деп, адамдардың несібесінің бәрі тең деген. Мысалы, сол түсінігіні мен қайта сізге айтып жүрмін ғой, әкем неге мысал қыламын. Иә, түсініп жүрмін. Әкем неге, әкемнің егерде жағдай сізден әлде қайда қатты танымайтын. Сіз қаттайын соған телефон шығыны. Мен телефон шығыз бәрі, бұл қатты танымайтын. Путевкісінің өзін бізге кейіннен ғана бізге берді, путевкісін толтырып берді. Біз енді үйреніп алдық қой, енді кәдімгі қулық бар. Километр деген өгізі кім соның спидометрін қарап алды дейсіз. Кішім қарамай, қосып жазып жібереміз, соған ұрсатын. Ұят болатын, неге қосасыңдар деп. Мен онда жүрген жоқпын ғой. Ана ақша шықсын, үйге кіретін ақша ғой. Оны қараң, оған не болса, ана өгізі қарамайды, жаңағы километр қоссаң болды, ақша төлей беретін. Ара оны жаздырмайтын, болмайды деп. Енді сол енді сонда оның түсінігі, әкеміздің түсінігі бізден жоғары болған екен да. Иә. Бізден жоғары. Түсінік деген не сол? Сол иманмен байланысты ғой. Сондықтан бізге ана ұлттық тұрғыда өзімізге түсінігіміз, ұлттық тұрғыда иманымыз бар. Иманымыз дәстүрімізге тәуелді. Енді осы ұлт егерде сіз өзіңіз қазақ болуға тырыспасаңыз, өз ата-бабаларыңыздың сол жүрген тырыспасаңыз, онда бәрі сізге түсінік келмейді. Мына заманға сай осындай өмір сүремін деген одан түсінік келмейді. Енді сол түсініктің өзі қандай? Мен енді ол түсінікті біз енді бала кезімізде әйтеуір қарасаң, қазіргілерге қарағанда қарап тұрып, сосын ойлаймын, біздің шында біздің түсінігіміз, яғни ақылымыз жоғары болған екен деп. Кеше енді кетіп неғып келе жатсам, енді бір жолдан неден посттан өтемін ғой, жаңақтан бір тоқтатады, біраз айлар енді. Сосын алдыда мен енді оның нем бар оларға, жас балдар ғой, тереземді аштым, сосын мені көрді, күлді, бір екі-үшеу өтіп кетті, енді біреу қалды. Қарасым үстінде не екенін саржелейтан, соған айтады. Енді көке не алып келатсыз, аға не алып келатсыз деп қояды да. Мен оның енді әкесінен де үлкен саным. Сосын айтым, ақылың жұмса дедім да. Енді түріме қарап, нешеде екенін байқап тұрсың ғой дедім. Басын изейді. Енді мен осы жасқа келіп, осындай мен не тасуым мүмкін дедім да. Не мақсатпен сұрап тұрсың дедім. Не тасуым мүмкін дедім да. Енді сосын үндемей қалып, осы сендердің дедім, сосын біздің кезімізде дедім. Біздің кезімізде сен жұлдызың бар екен, жұлдыз өскен сайын ақыл көбейетін, түсінік көбейетін деген да. Сендер керінше дедім, жұлдыздарың өскен сайын түсініктерің төмендейді, ақылдарың төмендейді. Сендерден гөрі сержанттардың ақылдары жоғары деп. Мен де сержант болдым ғой дейді да. Онда сенің ақылың бар екен дедім. Жарайды, жақсы дедім де қоздым. Не деймін оны, басқа не айтамын мен. Сонда қазіргі заманның, енді ол айтқан заманның түсінігі, заңды ақыл деп ойлайды. Заңды орындадың ба, болды, ол түсінік, мен ең жақсы өмір сүріп жатырмын дейді да. Сол қазір Тоқаевтан бастап, біз әділетті бір заң шығарсақ болды, халық жақсы өмір сүреді дейді. Ona жақсы өмір сүрмейді. Енді қазір айыппұлдың үстіне айыппұлды шығарып жатыр да. Енді сен сарық өтсең пәленбаймын дейді. Енді ол не істеп жатыр? Осыдан дейді, олардың түсінігі өстіп заңды қатайта бергеннен кейін ешкім жол соқпайды, авариясы сондай бір тыныш қалға айналады. Құдайсыз қорайсынбайды, сен 100 жерден заңды не қылатынына, егерде оны азғыратын болса, анау әсер жын келеді да, ол қаратпайды, бәрі не қылады. Сонда не осы қалды қалайды жетеді аздырудың әбілістік жоспары ғой. Әбілістік жоспары. Бұдан басқаша оларға түсіндіру мүмкін емес. Сол енді қазіргі бүкіл сол ғана отырған осы дінді айналып келгенде қазіргі уақытта қазақтың рухани қуаты, біздің жақсы өмір сүруіміз, тұрмысымыздың бәрі ол түсінігімізге байланысты, яғни ол түсінігіміз өзіміз кім екенін дініміз түсінігімізге байланысты. Сол дінімізді түсіну үшін
Соған Алла тағала кітабын дінін түсіріп қойған. Олар, яғни сен Аллаға барып, сен жәннатқа барасың, мұлай қыласың, оны түсіндіру емес. Сен әуелі өзіңнің кім екенін түсіндіресің. Сен қалайға жәннатқа баратын әркім өздену керек та. Оны имамның айтқаныменен мен пірім қылып қойдым, ой пірім бар ғой, менде нем қанбау деп осының бәрі надандық қой тұрған. Енді қарапайым ғана мынандай бір не бар. Дейді, Алла тағала дейді, дінді дейді, мұны алып қоймайды дейді. Яғни деген әркімнің өзінің діні бар, оны алып қоймайды дейді да. Ол сіздің де, менің де, алтын айдына басқан бәрін өзінің оны ешқашан алып қоймайды Алла тағала дейді. Бірақ дейді, ғұламаларды алады дейді. Яғни өмірге ғұламалар келмейді. Әулиелер келмейді. Оны ғұлама деп отырғанда, өйткені арабтан тұрғаннан кейін сөйтіп отырады, өйткені арабта әулие жоқ қой. Арабта ғұлама бар. Бәрі оқып, Құранды оқып алады, өздерінің тілінде болғандай, оларды ғұлама аталады да, бірақ оларда әулие жоқ. Байқадым, әулие жоқ. Әулие болмағаннан кейін енді Алла тағала егерде ол арабтардың әулие қылатын болса, оларға ана әруақ ұғым бәрін үйретер еді ғой. Сондықтан оны үйретпей қойған. Себебі оған қажетсіз да. Олар ана біреу көрді ме, қоныспай өлсе, оның үстіне тоқ көргенді кейіннен өлсе, жасының үстіне ананы алып тастайды да, үстіне жерлей береді деп. Бұрынғы уақытта ол сахабалар не қылған, сахабалардың бөлек жерленген, оған тиіспейді. Қалған арабтар кәдімгі ол өлсе түске қаратпай, оның бәрі не деймін? Себебі олар әулие емес, Алла оларға бермеген да. Әулиелікті бермегеннен кейін олардың жерлеуінің өзі сондай. Енді ана христиандарға да ол сондай, ана өзі арақ ішетін болғасын, сондай болғаннан кейін олар иісі сасып жатпасын деп оларды анау жәшікке солай қылып қойған ғой. Алла көрмесе, ол кім солай жасайды? Ана жәшікке салып қою деген өз киімменен сол. Оның бәрі де қарап отырсам, қалай өлуде мән бар ғой. Енді сонда қазаққа Алла тағала сол енді әулиелік болған қазаққа осындай 3 күн қоштасасың сен. Біз білмейміз ғой, қазақтың екінің бір әулие болып өмірден өткен ғой. Шейітте өткен осындай қаншама жер ішінің. Ең сол әулиелік тоқтаған кезде аштық болған әртүрлі осындардың бәрі ғұламалардың кезде Алла тағала сөзде дейді. Жалған адамдар дейді, сол өздері елді залым қалмай тұр, өздері ғұлама тағайында болады. Қазір масхабтан ешқандай әулие шығу мүмкін емес болғаннан кейін, кімді тағайындап отырған ғұламалар кеңесі деген бар да. Сөйтіп олар дейді, жалған пәтуа шығарады дейді да. Пәтуа шығарады. Сол қазір ғұламалар кеңесі де мынандай пәтуа шығарады дейді. Құранда сонда ашықтан ашып тұр ғой енді. Сендер дейді, дінісін шариғатты дейді. Шариғатты дейді. Сендер жаңағы дінісін шариғатты сендер қалай сығып алмаңдар деген оны. Құранда ашқар дейді. Алланың дейді, қалай дейді? Алланың жаңағы түсірмеген аятын сенгі діні сығып алмаңдар деген да. Тұр ғой енді. Яғни сендер оны, шариғат қылып алмаңдар дейді да. Ол ғұламалар кеңеседі да, міне өзінің шариғатымыз дейді. Өйткені Алла оған түсірген жоқ қой, аят түсірген жоқ. Яғни дінісін шариғатты түсіну үшін Құдайсын меңгеру керек та. Алла аят береді. Қазіргі енді сіздің шариғатыңызбенен кез келген отырған шариғат мүлде бөлек. Себебі сізге пәтуаны Құдай беріп жатыр да. Құдай беріп жатыр. Бірақ енді көрдіңіз бе, ол сізде әлі қарап отырсаңыз сол Құдайсын меңгеру әлі хикмет жеткіліксіз болғаннан кейін сізде әлі қателік көп. Оны бірақ өзіңіз аңғармайсыз. Оған түсініңіз, сіздің түсініңіз әлі жетпейді. Енді сіздің түсініңіз жетпеген кезде анау жас балдардың түсіні қайықтан. Мысалы, мынандай жағдай, мен қайбір мен сол жаңағы ғұлама болып бір не қылып дейсің, оқып алды дейсің. Мен ол оқығаным бол бөлек. Ол оқыдың, қалды, анау керек, мынау керек дейді да. Енді маған бірінші бас киімді үйретті. Мен ана әбжеден тақияның қасында жүреді, неден киіп сөйтіп жүредім ғой. Бір күн түсінде мен өліпімді ауылға барып жер депті.
қабірімді қазып қойған екен. Соған қабірге арабша жазып кетті. Сосын бәрі айтып жатыр да, ой, мына кісі деген осы керемет, бұл кісі жаңа әулие болыпты, анау болыпты деп сөйтіп жатыр да, мақтап жатыр. Мен оның бәрін естіп жатырмын. Bir кезде қабірге қойған кезде басымда ана көк тақиям бар еді, соны шешіп жатыр. Малар мен мына неге шешеді мен алып кетуім керек қой деп жатырмын да. Сөйтіп оянып кеттім. Бірден түсіндім. Ана бас киімді қабірге барғанда шешесің деген. Сонан қайтып мен ешқашанда бас киім істемеймін. Ана тек дәрет алған кезде болса қалғанда бас киім шешпеймін. Енді бас киім шешіп бар ма? Кейіннен сөйте енді шапан кидім ғой енді. Шапан киіп енді қарасың енді пойыздан кезде анау әжетхана барғанда қайтасың, шапанмен бара алмайсың, өлетінде жер жоқ. Мен сосын шапанды тастап кетіп сөйтсем, бір уақыттарда маған ки дейді да, анау. Шапанды ки дейді. Ана басында отырған біраз өтем ғой енді анау немен жүр. Сөйтсем анау жұрттың бәрі сұқ қарайды екен де мен өрісім жоғалтады екенмін да. Сонан қайтып енді қазіргі кезде ыңғайсыз машинеге қылғаннан кейін бір енді ана қысам қасымдағылар айтады, ана шапаны етегі былғанды, анау былғанды, қарасам май болады, былғанып жатыр, келсем оны жуу керек ана шапаны болып. Сосын амал жоқ, мен шапан болмаса шапан шешпеймін мен. Көрдің, көп анау шапанмен жұмыс істейтін уақыттар жұмыс. Енді оны қарасам анау Кореяның несінің ана көгіре деген нелер болды ғой. Жаңағы шипагер қошын ба соны. Қарасам баласына дейін соғыстың кезде шапанмен жүріп соғысады да. Нағыз қазақ емес ғой шапан деген. Бірақ сізді қарасаңыз енді әжетханаға жайып оны шапанды киіп бармайсың ғой. Бұрынғы уақыттарда соны әжетхана сол жерге шапанды іліп кетті әрі қарай деген. Біз енді қазір оны қаяққа іліп отырасың. Сізді қарасаңыз сіз жүре бересіз қыдырып не. Ол неге? Ол сізде әлі сол ана түсінік жоқ анау неған. Себебі бұл жерде қанша дегенмен әйел адамдар келіп жатыр, не қылып жатыр, ол қалайша сіз бәрі аяқтағы өрістір боланады ғой. Енді бұны сізге оңаша айтқанмен болар еді да, шапан киіңіз. Бірақ ол түсінік болмайды. Себебі сонан мысалы талай адамдар қонса, ана Қонекең осындай екен деген, ол тез сіңеді аналарға. Сонан сіз сауап аласыз, енді сіз қуаттанасыз онан. Біз өзіміз қателігімізбен өзімен жұртқа сол иман келтіруге біз көмектесуіміз керек. Біз қазіргі уақытта біз ойлаймыз, біз өзін мақтанғымыз келеді да, мен Құранды меңгеріп алдым да өйтіп бәрі көріп мақтан қойсын бәрі. Бір әсер алып, ол осы нәрсе дұрыс емес та. Біз керісінше өзіміз көбірек қателігімізді тапқан сайын сол сияқты сол сан біз сауапты көп жинаймыз да. Соны жұртқа жарылағанша, мен мынандай қателік жіберіппін дегенде. Оны мен айта бермеуім керек, мына осындай қателік болып жатыр деп. Енді қазір тағы сұрақтар болып жатыр ма? Енді мен айттым ғой, әйелдерде Абай атамыз айттым ғой, әйелдерде опа жоқ, атаңдан аңғазғырып түсіргеннен жәннаттан деп. Енді сол туралы опаның енді сол бір кімде опа бар, кімде опа жоқ деген сияқты осы уақыт келді. Біз енді көтерілген сайын бұрынғы уақытта бұл ұғымдар бір қарапайым бір немен қалынса, енді бірте-бірте ол шынында нағыз көрінетін уақыты енді келді. Адам тазарған сайын опаның түсінігі енді келді. Енді қандай енді оны? Мен оны қайта айтып сол опаның бір несін әйелдерде кеміген. Мен бірінші үлкен қатынын көрдім. Баламызға итай деп айтып, оны қалғанын көрші енді. Ол енді 18-ге ен толып жатқан оған, соңынан менімен келіп ұрысып жатырды. Айналайын, мен жасым 50-ден асты ғой енді. 54-те емес ол 53-тің. Мен жасым сонда ғой, о балаға мен итті қылма дедім. Итсің деп айтқан жоқпын ғой. Жоқ, сен балаңа итсің деп айттың. Неге сен өй деп айтасың дейді да. Сосын енді мен бұнандайын. 18-дегі бала дұрыс айта ма, әлде 53-дегі мұна мен дұрыс айтам ба дедім да. Қайсымыздікі дедім, баланыкі дұрыс деді. Сөз жүрегі тоқтап қалады. Сонда бірінші рет мен сол әйелдің опасыздығын бірінші рет. Сосын ойландым. Абай атамыздың әйелдерде опа жоқ деген осы екен ғой дедім да. Сонда 40 жыл отасып, қаншама өткенде менің сол
мен арқылы туды ғой сол бала жақын болып тұр да. Міне әйелдердің осы. Байынан баласын жақын көрген опасыз әйел да. Мінекей, сонан ғана көрдім. Байынан баласын жақын көрді ма? Ол енді опасыздық. Мейлі жаңмен айтқан сол ана байды саған сынақ берді деген. Сен байыңа қалай опа жасайтын әйел сонымен сынады. Міне. Мейлі ол алқаш болсын. Мейлі басқа болсын. Бәрі сенен бірінші балаңнан емес, байыңнан сұраласың. Міне, сұрау солай. Сосын енді сол еркек опасыз болмау керек. Сондықтан еркекке айтқан, жаман деп қатын тастама, көшем деп отын тастама деген да. Сол себебі енді оның қазіргі еркектердің сол қатыбас деп ататын Абай атамыздың етекбас деген сол еркектердің көбі кәдімгі мейлі 90%. Сол әйелдерге біз опасыздық жасап жатырмыз да. Иә, сол ол қалай? Сол әйелдер енді ол қақпанға түсті. Өзі әйелдердің жіңішкелеген, бірақ солардың қақпан үстіне түскен үстіне соны құтқару орнына келінше біз соны шұңқырға итеріп жатырмыз әрі қарай. Міне осындай жағдай болып жатыр. Себебі бұның бәрі мен не қылдым? Өзімнің жаңағы тәжірибемнен алып отырамын да. Мен біреудің емес, мен біреуден де алам ғой енді, онда салыстырып, мынау мынандай екен, менде жоқ болды, бірақ негізі осындай екен деген ол ойлар болу керек. Барлық нәрсе ақыл тәжірибеден алыну керек, өмірдің тәжірибесінен. Біреудің тәжірибесінен пәлен түген айттың, ол ақыл болмайды, ол ой болады деп. Артық ой жорға кетіп қалады. Енді маған мен сол ана үлкен қатын ауырды ғой, аны басым дейді, аяғым дейді, ой, уқала дейді, мен үйге келмейтін айтып жүрмін ғой оның бәрі. Сөйтіп кейіннен барып түсінсем, сөйтсем оны ауыртқан мен екен. Менде жендетті қуатпаған, жендет, өйткені бақсылық қуатпағаннан кейін, темірмен айналысқаннан кейін, яғни менде сол темір, сол айтта, сол Шәкәрім атамыз не қылған? Оны айтқан, маған дейді, бұйырды дейді, бір үйге, үлкен үйге дейді, отын жинақ қойыпты дейді да. Соны жақ деп бұйырды дейді. Соны отты жағысын мен әбден соны сатам деп, сол отты сатам деп әбден ішім пысты дейді. Сөйтті дейді, от жанды дейді. Бағында. От жанды, ыс қалды дейді. Ал не болды дейді. Сұрақ қойған. Түсінесіз ба сіз оны? Түсініп атқан жоқ. Түсініп атқан жоқсыз әрине. Өйткені сол өткен неге ол? Неге түсінбейсіз мұндай сөздерді? Міне мен осыны әдейі не болдым. Себебі майдаларды түсінбей тұрып, үлкен түсем деген ақымақтықта маған бір сұрақ қойып, әруақ деген аятты Құраннан тауып беріңіз деп. Мен сонда айттым, мен ана Смағұл Марат дегенге мен соған ойладым, мен теолог қой бұл деген керемет қой дедім да. Сөйтіп ол теолог дегеннен кейін мен сөйтсем ол Құранның 30 аяттың көбісінің ақырында айтты, ол кәпірлерге сен Құранды мүлде түсінбейді екен да. Соны сот пенен прокурорды Тоқаев билігі соларды сол ғой енді, бәрі ұқсас қой теолог деген. Сосын мен ойладым, бұлар сонда неге түсінбейді деп. Сонан кейін осы мына неде Астанада Яссауи мешіті бар ғой, Хазірет Тұлдан. Соның қасында анау бір осылардың мен 3 рет бардым, бір несі бар, дін істерінің бір религия өтті дей ма соны. Соған барым бір рет мен сонымен де оның сұхбатын салдым ғой. Соған енді қарасам ол қарапайым нәрсені түсініп айтқан жоқ, маған келіп аны шариғатта айтып жатыр да, сен өту керек. Мен айттым, шариғатқа мен кіріс қойғанмын дедім да. Оны түсініп айтқан жоқ. Мен теологпын дейді мөрінің. Бірақ қарапайым нәрсені түсінбейді. Себебі неге? Сіз қазір сол шапанның сол андай қарапайым несін хикметін алмай жүргенде жоғары түсе алмайсыз ешқашанда. Төменден бастау керек. Сондықтан қазақ не дейді? Ұйқасыз дейді, күлкасыз дейді, тамағарсыз дейді. Осы үшеуінің арсыздығынан сен хикмет түсінбей отырып, сен енді Құранды меңгеріп кеттім, ананы меңгеріп кеттім, оның бәрі жалған нәрсе ол. Өйткені оған түсінік жоқ. Сондықтан енді өзіңнің қазақ екеніңді түсіне алмай, жаңа сотың, прокурорың бәрі отқан өзінің қазақ екенін кімнен туғанын білмей отырып, олардың енді сонда олар анау жоғарына кәдімгі білгісі келді. Біз Құранды меңгеріп алдық, шариғатты меңгеріп алдық, қайған түсіне алмайсың ешқашанда. Мен соны Алланың елшісі, сахабалар бір-біріне сұхбаттап отқанға, соны айтты, сендер деп ұялыңдар деп.
О, Расулалла, біз ұялушымыз ғой депті. Жоқ, мен сендерге ол аятты айтпаймын депті, ол аятты. Ана бастарыңды қорғаңдар депті ағзаларды. Сол ұятты айтып отырмын депті. Сонда сен сол мына дінді айту үшін де әуелі ұят болу керек екен да. Сен жалаңбас жүретін ұятың жоқ болса, баста ағзаң қосымды, сен қаяқтан сен теолог боласың, сен қаяқтан сен дінді біліп кетесің, айналайын. Сен қайдан сен сот прокурор болып, сен рухани дәрежең. Мүмкін заңмен сен дұрыс білгіш алсың, білім заң. Бірақ сенде ұят жоқ қой анау, шалаң, жалаң. Сонда мені ұятты, ұятсыз қатын соттады ғой сот. Менің ұятымды соттады. Сен ұятсызсың, сен діни алауыздық сададың деді да. Сол ұятсыз жас балалар, ұят, ақыл толмаған, ұяттығы әлі ақыл толмаған балдар. Солар мен соттады. Ұяты жоқтардың бәрі сөздің, қазақтың сөзінің не екенін түсіне алмайтын, ежелеп оқып отырып, солар бұл ана өйткен, бұл бүйткен деп. Бұның эмоциясы бар, бұндар не бар деп. Мына түсінік деген неден басталады? Сол бала кезде сен егер дұрыс ана іргетасқа болмаса, сол балалығың түзелмейтін болса, түсінік ешқандай қалыптаспайды. Жастық шаққадан өттім, балалыққа жеттім деген шәкәрім атамыз. Қазір енді сол ана көп әйелдерде жастық шағы дұрыс емес, ұятсыз өмір сүрген. Солай ғой, заман солай болды. Енді заман солай болды, заманның тіптен асыр жүріп, зина жасап, бір еркектен бірі сөйтіп жүргендер, енді сол олар енді келді, ата жолына келді, жарай тақталдың, барыңдың. Бірақ сенің жастық шағың дұрыс емес қой. Жастық шағың болмасаң, сен енді білгісің бе, сен түсінігің сол жастық шақтан өт, балалыққа жет. Міне, тұр. Балалыққа жет. Балалық деген не ол? Періштелік сенде мінез болу керек та. Біреу ұрысса, қанша бала аз ұмытып кетеді. Кек сақтамайды. Кек сақтайтын балалар ол тексіз балдар ол. Кекті бала ешқашанда ол кек сақтамайды. Қазір балаларды біз кексіз қойсырамыз. Апайыңдан несіне қылсам маған айтып кел, өйтіп кел, мен оны құртып жіберем, мен соттатып жіберем деген. Балдардың бәрі кекшіл қазір. Айтсаң кектен шығады, мен суға барғанда қарасам, ол ана балдардан таңғалам, мен жағам ұстаймын, қосыларым. Сонда біз кімге жерді, елді кімге тастап баратымыз деген ой келеді да. Міне сол қарапайым ғана ұяттың, орамалдың, етектің несін қалақандай жүріп, қорғалмай жүріп, сосын білімменен оның бәрін түсініп алды деген осының бәрі. Міне опасыздық содан пайда болады. Енді осы жағдайда қазір енді әңгіме қылып жатыр екен. Мен оны айтып отырмын, осы Үкаш атаның әйтеуір несімен айнып, сол қалайды осы қиындықтан шығу үшін не қылған шығар, әйтеуір тегінде де аруақтарынан шығып, әйтеуір маған көмекші болды ғой енді біраз. Енді сол бір уақыт келді, бала бар, әйтеуір тоқым елсі пайда болды бұл. Бірақ мен енді сен неге өтпедіңді айтуға хақым жоқ та, ол өзі табу керек. Ол келмен Үкашада ордасы бар екен деп, сол келіп бата бергенсіз көрім, анда-санда бұл жоқ қой. Енді осындай болғаннан кейін, өзінің жауапкершілік бесінен алған деп, қалай бұлар жетімге жалғану керек, өзінің ойлашы. Енді сол сияқты кімнен кім анар. Бірақ анар келген кезде баста айттым, анар, сен кешігіп кел жатсың. Артың сұрау бар деймін, қуып жетіп алам ғой деді. Сөйтіп асықпай жүріп алды, ақыры, сөйте, ол ана балдарына енді қалай да балдарын, енді олар өмірге ұрпаққа келу керек. Балдар үшін өмір сүріп жатырмыз ғой енді. Сол балдар үшін ана алды да жолдасын алып кетті. Мен сол кезде айттым, қуат жетпей қалды ау деп. Мақұл, енді бәрі жақсарып, енді кету мойын алды ғой енді. Мен жайнақта осы Арыстан баба ордасы мен қалайда соны ұстап отырамын, бұлақ болғаннан кейін. Сөйтті де енді, ол міндетті түрде кез келген, ол мына Мәрванда да бар, басқан, менде ондай жоқ, айта алмайды. Ал мүмкін емес та. Қазір Мәрваның өзінен сұрақ қойсам, сол енді қанша дегенмен баланың айтқанын істемейтін шешеу жоқ. Әсіресе ұлдың айтқаны. Солай ғой. Мәрварда ұл бар ма еді? Ұл жоқ, сосын сен де қазір оны түсінбейсің ол халді.
Ал ұлы барлардың бәрі ол міндетті түрде. Жаңа мен үлкен қатын айтты ғой, мен сенен гөрі мен ана ұлғаныма сенем деді 18-дегі. Мен ол кезде бұл не қылды, кейіннен барып түсіндім, бұл деген әйелге таң құқық қой деген. Әдепкіде мен үшін бір үстімнен бір мұздай суды құйып жібергендей болды да, бір ана сөзі. Бұл қалай деген. Енді сөйтіп отырғанда, сөйтті де енді сол ұл арқылы қақпанға түсті. Ана келіндер бәрі ол айтпай-ақ, ана не қылып жатыр. Мен қарап отырсам, сол ана балдардан келіннің көз қарасын оқып тұрмын да. Жұрттың ойын оқу деген. Сол канал балдардан келіндердің көз қарасын, сондай дінін танып тұрмын да. Сосын айтты енді, өзі келді ғой енді, ана тоқмелісі бастады. Папасы осының игілігі бар дейді, жұрттың бәрі жүр ғой дейді. Біз машина алып берейік, машинадан алып беріп, мінген жоқпын. Жұрттың сіздің әкелер ұқсап жүрмейсің бе дегендей қылды да. Менде шаруаларың болмасын дедім, мен бірақ айтты. Ана шешелеріңді бағыңдар енді, соны жетеді сендер. Міне ол солмен не келді, солмен ұсталды, солмен тоқмелісі басталды, болды. Бәрін енді мен енді балдарды біздің мамамыз көріп келді, сонымен арты сол қалды ғой енді. Енді сонда жағдай кеше енді анарда да пайда болды. Анарға балдар дұрыс қой енді. Анау қанша уақыт болды, әкемізбен не болды, Маңғыстауға бару керек, той болып жатыр деп. Мен бұрын тойға жібермейтін қадым. Барсаң ақшасын жібер, деп. Сонымен бәрін тастады да кетті. Ол бірақ оның артында ол жаққа барғаннан кейін, дәл мынандай деңгейде тұрғаннан кейін оған жалғанады ғой. Жалғанады, ол мүмкін емес. Ана қолсын иман ұрлайды және. Сонда балдары сол ана шешесін шетіндіріп жіберу үшін жіберді ана. Сонымен ана кімде-кім сол ана өрісін ұрлатса, міндетті түрде оған сынақса, құлайды, жығылады, бір жерін сындырады, сондай болады. Ана сіздің ана балаңыз қайта-қайта не қылатын, ана өрісін, шыққан өрісін ұрлап алады, ана тозақтық не баурайды, сол кезде құлайды, сол кезде ол ажырайды құлаған кезде. Ана қай жер ауыратын болса, сол жалғанып тұрған жер, сол жер сынады міндетті түрде. Сол жер шығады, мінекей. Менде де сондай бар. Тозақпен бауырласын деген. Тозақпен бауырлаған кезде міндетті түрде. Тозақпен бауырлаған кезде сол анау жол апаты бәрі сонан пайда болады.